Құрметті қызылордалықтар, сіздерді 16 наурыз мәдениет және салт дәстүр күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қаламызда биыл ғана бой көтерген анаға тағзым орталығы мен қаламыздағы Абылайхан атындағы номері 140 қазақ орта мектебінің бірлесіп ұйымдастырғалы отырған салт пен дәстүр ұлттық сана негізі тақырыбындағы мерекелік шарасын бізбен бірге тамашалаңыздар. Осы кішкентай бүлдіршіндерімізге арналып Мәдениет және ұлттық салт дәстүр мерекесі сіздің ойыңызша несімен құнды? Әрине, мынау келіп жеткен наурыз мерекесі құтты болсын. Баршамыз отбасымызға жақсылық, қуаныш мерекесін ала келсін. Бұл бұрыннан ертеден келе жатқан біздің салт дәстүрлеріміз, қазір жойылып бара жатқан салт дәстүрімізді біз жаңғыртып жатырмыз. Соның барлығына балалардың болашағына, балаларымыздың өсіп-өнуіне, тәрбиесіне, барлығына әкелетін орны өте ерекше. Сондықтан да біз өзіміздің қазіргі таңдағы тәрбиемізді дамыту үшін осы салт дәстүрімізді міндетті түрде бірінші орынға қоюымыз керек. Балалардың бойына рухани азық беруіміз керек.